Сәлем қыздар, біз қазір сникерс тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге мен мұнда специально барлығын дайындап қойдым. 7 жұмыртқа, шекер, мұнда ұн мен разрыхлитель араластырып дайындап қойдым. Мына жерде бізде кипяченая вода, желательно вода теплый болу керек. Одан кейін какао, растительное масло. Үшеуін араластырып қоямыз. Бұл салқындауы керек. Жылы болса қоспаймыз. Жылы болса тестамыз дұрыс көтерілмей қалады. Жылы күйінде қоспаңыздар. Егер жұмыртқаларыңыз кіші болатын болса, онда 8 жұмыртқа қосасыз. Енді техникасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 ыдыс қажет болады. Ең үлкен ыдысымызға белокты, екіншісіне желтөкті бөліп алатын боламыз. Біздің ең бірінші техникамыз осы, белок, желтөк қып 2-ге бөліп аламыз. Жұмыртқаларыңыз желательно холодильникте тұрса, белок жақсы шығады. Белокқа желтөк кетіп қалмауы керек. Мінекей қыздар, 2-ге бөліп алдық. Енді сахарымыздың жартысын желтөкқа саламыз, ал қалған жартысын белок көтеріледі, сол кезде салатын боламыз. Мінекей қыздар, белок ағарды. Енді сахарымызды салып және миксерлейміз. Мінекей енді белокты тексереміз. Белок плотно болу керек, төңкерген кезде ақпау керек. Уже белок бізде дайын. Енді желтөгімізді ағарғанша миксерлейміз. Желтөгімізді дайын. Келесі ұнымызды, яғни бізде бұны 3-ке бөліп салсаңыздар да болады. Не болмаса 2-ке бөліп салсаңыздар да болады. Мен 2-ге бөліп салдым. Не обязательно бірінші белок, одан кейін мука болсын, массамыз болсын, не обязательно. Любойын сала бересіз. Мінекей ұнды салдық. Енді мен массамызды салдым жарты бөлігін. Енді желтөгіміздің жартысын салдым. Енді осыны миксермен араластырмаймыз, қыздар. Осылай лопаткамен астынан үстіне қарай араластырып отыратын боламыз. Мінекей қыздар, мен екінші бөлігін салып жатырмын. Массаны басып алмаймыз, өйткені белок басылып қалса, тестамыз көтерілмей қалады. Ұнды міндетті түрде сөйтуден өткізіп алыңыздар. Мінекей лопаткамен астан үстіне қарай араластырып отырамыз. Басып алмаңыздар, арасында ұн қалып кетпесін. Жақсылап араластырыңыздар. Біздің тестамыз дайын, қыздар. Осындай сұйық болады. 24 диаметрлі формада, биік болады. Стандарт 2 килограммнан асады. Піскен-піспегенін зубочистканың көмегімен білсеңіздер болады. Егер зубочисткаларыңыз кеуіп болып шықса, онда дайын деген сөз. Егер теста жағылып шықса, онда дайын емес деген сөз. Осылай жан-жағын пышақпен айналдырып, формадан суығаннан соң шешіп аласыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Маскарпоне, творожный сыр, сливки дегендерді қыздар сырттан алып келгеннен соң обязательно холодильникте 4-5 сағат тұру керек. Сливки 33-35%-тің барлығы натуральный, қыздар. 200 грамм маскарпоне, 200 грамм творожный сыр, Мінекей енді осы екеуін бірінші біріктіріп аламыз. Біріктіріп алдық. Енді үстіне 400 грамм сливкимізді құйып, плотный масса болғанша миксерлеп аламыз. Көп миксерлеп жібермеңіздер, іріп кетеді. Менде мұнда сливким аз екен, енді қалған бөлігін өлшеп құйып аламын. Мінекей 400 грамм сливки құйдық, енді миксерлейміз. Біздің креміміз дайын, қыздар.
өз формасын ұстап тұр. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Подложкаға аз ғана крем жағып, содан соң барып коржымызды орналастырамыз. Желательно, қыздар, полный 2 столовый ложка жетеді кремді. Мінекей 2 столовый ложка крем салып шықтық. Енді осыны тегістеп жайып шығамыз. Содан соң арахистерімізді саламыз. Қыздар, арахисті аз салсаңыздар да болады. Сыртында да арахис болады. Жүрекке тиіп кетеді. Егер көп салсаңыздар, аз айтсаңыздар болады арахисті. Сникерсқа кейін бетіне ганаш құймай гүлмен сәндесеңіздер де болады. Мен мұнда арахис салған жоқпын, себебі мұны мен үйге балаларға жасап жатырмын, сондықтан салған жоқпын. Мен 3 коржымызды орналастырып болғаннан соң мен осы кольцоны пайдаландым. Бұл кольцоны не үшін пайдаланамыз? Тортымыз теп-тегіс болу үшін пайдаланамыз. 2 коржымызды салдық. 2 полный столовый ложка салып, жайғастырып шығамыз. Содан соң арахисімізді саламыз. Сіздер арахис салуды ұмытып кетпеңіздер. Мұнда мен салған жоқпын. Ең соңғы коржымыз беті тегіс болу керек. Тортымыз тегіс болу үшін. Тортымызды жинап болды, қыздар. Мұндағы арахис кондитерлік дүкендерде сатылады. Енді гуляш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады мен сұйық майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Арахис на глаз саламыз. Қатты көп салып жібермеңіздер, қою болып қалады. Құйған кезде ақпай қалады. Мінекей қыздар, біздің ганашымыз дайын. Енді кольцомызды тортымыздан шешіп аламыз. Сникерсті тортымызды жинап болғаннан кейін холодильникке салып қойыңыздар. Ганаш құйған кезде формасын құртып алмас үшін. Кольцоны шешкеннен соң осылай бір тегістеп алыңыздар. Енді ганашымызды құятын боламыз. Осындай өзіңізге ыңғайлы етіп бір ыдысты қойып, үстінен ганашымызды құятын боламыз. Ганашымызды құйдық. Енді осыны ганашымыз тимеген жерлеріне өзіміз осылай ақырын жағып шығатын боламыз. Мен бетін тегістеп жатырмын. Тимеген жерлеріне ағып түскен ганаштарымызды жағып шығамыз. Ганаш құймай сіздер гүлмен әсемдесеңіздер де болады. Мінекей қыздар, біздің сникерс тортымыз дайын. Өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Сіздерге сәттілік, қыздар.